Саламатсыздар ма? Гендерлік лингвистика пәні бойынша кезекті дәріс сабақтарын жалғастырамыз. Бірінші модульге сәйкес, гендерлік лингвистиканың қалыптасуы мен дамуы бойынша, гендерлік лингвистиканың даму бағыттары бойынша, қазақ тіл білімінің гендерлік бағытының даму ерекшеліктері бүгінгі дәріс сабағының тақырыбы. Қазақ тілі білімінің гендерлік бағытының даму ерекшеліктерін алдымен қазақ тілінің гендерлік қырының этнографиялық пайымы бойынша қарастырдық. Қазақ тіліндегі гендерлік бірліктер бірден гендерлік лингвистикалық сипат алған жоқ. Халықтану бағытында қазақ халқының этнографиясы мен ауыз әдебиетін, мәдениетін зерттеушілер тарапынан гендерлік мән бір, яғни факт ретінде қатқа түсті. Екі жыныс орайында қазақ ерекшелік ретінде сөз болды. Қазақ тіл білімінде гендерлік факторлар алдымен қазақ ағартушы зиялылары Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин ғылыми этнографиялық еңбектерінде ескеріліп отырған. Шоқан Уәлиханов сыртқы әлемге дала адамын түсіндіруді көздеді. Оның қазақтардың шамандықтың іздері, Қашқария туралы жазбалар, Сахарадағы мұсылмандық туралы ғылыми этнографиялық еңбектерінде қазақ және түркі халықтарының мәдениетіне тән жыныстың мәдени әлеуметтік мәнін айғақтайтын тілдік деректер келтірген болатын. Ал Ыбырай Алтынсариннің Орынбор ведомствосы қазақтарының өлген адамды жерлеу және оған ас беру дәстүрлерінің очеркі, және Орынбор ведомствосы қазақтарының құда түсу, қыз ұзату және той жасау дәстүрлерінің очерктері деп аталатын еңбектерінде бастан аяқ гендерлік факторлар ескеріліп отырып жазылған. Келесі қазақ тілінің гендерлік қырының лингвистикалық пайымы деген бағытында қазақ тілінің осы гендерлік лингвистикаға қатысты ең алғашқы тырнақалды белгілері қазақ тіл білімі аясында 20 ғасырдың алғашқы жартысында пайда болды. Қазақы гендерлік бағытты қалыптастыруда Ахмет Байтұрсынұлы мен Құдайберген Жұбановтың ғылыми мұраларын атап өтеміз. Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерінде бұрынғыдай гендерлік атаулар емес, ер мен әйел тіліне тән гендерлік ерекшеліктер, соның ішінде ғұрып сөзі, қалып сөзіне байланысты ашып көрсетілген. Сонымен қатар жар-жар, беташар, жоқтау, бата, бесік жыры, тағы басқа турасындағы пікірлері гендерлік тұрғыдан пайымдалған. Ал Құдайберген Жұбановтың еңбектерінде гендерлік лингвистикалық нақты тілдік бірліктер аталады. Тіл мен адамның жыныстық айырмасына байланысты тіл қолданыс ерекшелігін Құдайберген Жұбанов өзінің әйел тілінің белгілері деп аталатын бағытында көрсеткен болатын. Соның ішінде қазақ әйелінің тілін ерекшелігі туралы Құдайберген Жұбанов еңбектерінде алғаш гендерлік тұрғыдан сөз болады. Атап айтатын болсақ, әйелдерде ғана арнаулы, жүйелі болмаса да, әйел тілінің өзгешелігі қазақта да жоқ емес. Сол өзгешеліктердің бірі әйелдерде ғана болатын ернін шығару, бетін шымшу, аузын шылп еткізу, аузын пыртылдату деген тәрізді. Міне бұл соңғы екеуінде үнсіз ғана емес, дыбыс шығару да бар, бірақ дыбыс айырынды емес деп көрсеткен болатын Құдайберген Жұбанов өзінің қазақ тілі жөніндегі 1099 жылы жарияланған еңбектерінде. Жалпы, мынау тіл мен адамның жыныстық айырмасына байланысты Құдайберген Жұбанов тек қана қазақ тілінде, қазақ әйелдеріне ғана тән ерекшеліктер емес, сонымен қатар бұндай ерекшеліктердің басқа армян, грузин, түріктер арасында да сақталатындығын атап өткен болатын. Кейіннен осы әйел тіліне байланысты ерекшеліктер Ильминскийдің, Потаниннің, Самойловичтің, Басқақовтың еңбектерінде әсіресе тыйым салынған сөздер, табу эвфемизмдермен байланысты әйел тілінің ерекшеліктері де сөз болды. Сонымен осы қазақ тілінің этнографиялық пайымы дедік, жаңа лингвистикалық пайымы дедік. Міне осы гендерлік лингвистикалық зерттеулерге дейінгі негізгі қазақ тіліндегі тіл мен жыныс адамға байланысты адам айырмасына қатысты ерекшеліктерді зерттеулерде 3 кезеңді атап көрсетеміз. Соның ішінде жеке дара деректерге негізделген тіл мен жыныстың байланысын белгілеген гендерге дейінгі зерттеулер. Екінші кезеңге тіл мен жыныстың байланысына негізделген гендерлік белгі алған зерттеулер, және үшінші кезеңді
қазіргі кезеңмен байланыстыра отырып гендерлік лингвистикалық сипат алған зерттеулер деп топтастырамыз. Осы гендерлік лингвистика сипат алған зерттеулерді талдамас бұрын ең алдымен осы салада қазақ тіл білімінің гендерлік ғылымының бастауында тұрған ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Бақытжан Қасанұлын атап өтеміз. Ғалым өзінің зерттеулерінде Құдайберген Жұбановтың ғылыми мұраларын гендерлік қырынан зерттеп, бірнеше еңбек жариялаған болатын. Сонымен қатар қазақ әйелінің сөз саптау ерекшелігі, оларға байланысты қолданылатын тілдік бірліктер арнайы ғалым еңбектерінде қарастырылған. Солардың ішінде нақтырақ атап өтетін болсақ, Бақытжан Қасанұлы қазақ тіл біліміндегі гендерлік бағытты қалыптастырудың төмендегідей 4 жолын атап көрсетті. Ол алдымен салыстырмалы, салғастырмалы гендерлік лингвистика, екінші гендерлік паралингвистика, үшінші гендерлік лексикография және төртінші гендер және тіл игеру. Өзінің негізгі гендерге қатысты зерттеулерінде Бақытжан Қасанұлы қазақ тіл біліміндегі гендерлік зерттеулердің ең алғашқы зерттеу нысандары ретінде осы 4 белгіні атап көрсеткен болатын. Ал енді кейінгі жылдары гендерге қатысты зерттеулер біздің қазақ тіл білімінде кеңінен жүргізіле бастады. Түрлі монографиялар жазылып, диссертациялық жұмыстар қорғала бастады. Солардың ішінде атап өтетін болсақ, гендер лингвистиканы ғылыми негіздерін зерттеген ғалым Гүлжан Шоқым, тілдің гендерлік жіктелімі бейвербалдық қырынан сипаттаған Замира Нұржанова, этнолингвистикалық қырынан Мамаева, концепттік сипаттан Байғұтова еңбектерін атап өтуімізге болады. Сонымен қатар психолингвистикалық қырынан гендерді зерттеген Тұрдалиеваның еңбегін, Қытай және қазақ тілдеріндегі гендерлік айырмашылықтарды салғастырмалы тұрғыдан зерттеген Бағила Райқан зерттеулерін атаймыз. Қазақ тіл білімінде гендерлік лингвистиканың жаңа атап өткендей ғылыми негізі, теориялық мәселелері, гендерлік лингвистиканың когнитивтік сипаты, метафоралық сипаты, қазақ тілі материалдары негізінде еркек және әйел концептосферасында Гүлжан Шоқымның еңбегінде талданды. Бұдан кейін негізгі жаңа біз бұған дейін дәлелдерде атап өткендей осы гендерлік қырынан бейвербалдық қарым-қатынасты зерттеген Замира Нұржанова еңбектері жалпы мынау гендерлік лингвистикалық ғылымды дамытуда үлкен тұжырымдар мен жаңа үрдістерді алып келген болатын еді. Келесі слайдта өздеріңіз көріп отырғандай, жаңағы гендерлік лингвистикалық бағытта зерттеу жүргізген ғалымдардың әрқайсысының еңбегінде гендерлік тіл білімінде жүргізілген зерттеулердің қай бағыттағы, яғни психолингвистикалық тұрғыдан, лексикофонетикалық қырынан зерттеген, сонымен қатар ағылшын тілімен салыстыра зерттеген ғалымдардың еңбектерін атап көрсетіп отырмыз. Сонымен қазақ тіл біліміндегі гендерлік бағыттың қалыптасуы мен дамуына себеп болған негізгі факторлар ретінде саяси әлеуметтік фактор, яғни қоғамдық сананың гендерлік парадигмасының ауысуы және еліміздің дамуындағы саяси әлеуметтік экономикалық өзгерістерді атап өтуімізге болады. Және екіншісі, осы қазақ тіл біліміндегі гендерлік бағыттың қалыптасуы мен дамуына себеп болған келесі фактор, бұл лингвистикалық фактор, тілдің әлеуметтік қызметін дамыту, әлемдік лингвистикада өріс алған бағыттардың кең таралу деп атап көрсетеміз. Қазақ тіл білімінің гендерлік бағытының даму ерекшеліктері деп аталатын бүгінгі тақырыпта жаңа өздеріңіз көрсетілген слайдтардан байқағаныңыздай, ең алғашқы гендерге дейінгі зерттеулер, яғни оның этнографиялық пайымы, лингвистикалық пайымы тұрғысынан Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, одан кейінгі Ахмет Байтұрсынұлы, Құдайберген Жұбанов еңбектеріне талдау жасап, шолу беріп өттік. Одан кейінгі гендер лингвистикалық сипат алған еңбектердің қатарында профессор Бақытжан Қасанұлы еңбектерінен басталатын бірнеше ғылыми зерттеулерді, диссертациялық жұмыстардың қарастырылатын мәселелерін атап өттік. Сонымен қорытындыда өздеріңізде әдеттегідей бекіту сұрақтары мен әдебиеттер тізімін ұсынамыз. Бекіту сұрақтарында бүгінгі дәріс сабағында талқыланған мәселелер сұрақтар ретінде, тапсырмалар ретінде арнайы ұсынылған. Әдебиеттер тізімінде бүгінгі аталып өткен дәріс сабақтарында еңбектері көрсетілген Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Шоқан Уәлиханов, Бақытжан Қасанұлы және гендерлік лингвистикалық
бағытта зерттеуші ғалымдардың еңбектері, тізімдері сіздің назарларыңызға ұсынылды. Тыңдағандарыңызға рахмет.